Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін біз сенімен дұрыс тамақтану деген не екен және нутрициология ғылымы жайлы айтатын боламыз. Нутрициология бұл адамның дұрыс тамақтану мен оның денсаулыққа әсерін зерттейтін ғылым. Ол қоректік заттардың алыстағы рөлін және теңгерімін диетаның маңыздылығын қарастыратын бір сала болып табылады. Теңгерімді тамақтану. Ақуыздар, майлар, көмірсулар, дәрумендер болатын барлығы біздің ағзаның оңтайлы жұмыс жасауы үшін өте маңызды. Әсіресе дәрумендер мен минералдар иммундық жүйені нығайтып, әртүрлі аурулардың алдын алуға көмектеседі. Алайда осы қоректік заттарды шамадан тыс тұтынсақ, денсаулығымызға зиян да тигізуі мүмкін. Тіпті шамадан тыс тұтыну гипервитаминоз секілді диагноздарға ұшыратып, бауыр мен бүйрекке зиян тигізеді. Өлшемділік. Тағамды дұрыс мөлшерде тұтыну шамадан тыс тамақтанудың және қоректік заттардың жетіспеушілігінің алдын алады. Сонымен әр адам өз организміне қажетті мөлшерде тамақтанып шыға, тағамның сапасына да мән беруі тиіс. Шектен тыс тамақтану, әсіресе майлы тағамдарды көп тұтынғанда метаболизм бұзылып, артық салмақ жинау пайда болады. Ал керісінше жеткіліксіз тамақтану ағзаны әлсіретіп, иммунитеттің төмендеуіне және созылмалы аурулардың дамуына себеп болады. Дұрыс мөлшерде су ішу, аз қорыту қан айналымы жөніндегі температурасын реттеу үшін маңызды. Себебі су организмдегі барлық негізгі биохимиялық процестердің жүруіне қатысады. Сол үшін күніне кемінде 1,5-2 литр су ішу денсаулықты сақтаудың негізгі шарттарының бірі. Алайда судың шамадан тыс мөлшерде ағзаға зиян тигізуі мүмкін. Себебі артық су тұтыну ағзадағы электролиттік балансты бұзып, бүйректің шамадан тыс жұмыс істеуіне әкеледі. Өңделген өнімдерден гөрі табиғи және толыққанды тағамдарды тұтыну қоректік заттарды көбірек алуға және зиянды қоспадан сақтануға көмектеседі. Сондықтан да табиғи жемістер, көкөністер мен дәнді-дақылдар таза ақуыз көздерін тұтыну әлдеқайда пайдалы. Себебі фастфуд пен қатты сусындар жиі пайдалану метаболизм мен жүйе қан тамырлары ауруларының қаупін арттырады. Нутрициология маңызды саяси экономикалық міндеттерді шешуге қолдануға болатын ғылым. Әсіресе 1940 жылы Кореяда экономикалық және тағамдық тамақтар зерттеу комитетінің нутрициологтар, фабрика жұмысшылар, балалар, студенттер және де басқа адамдар үшін стандартталған мәселелерді әзірлеген болады. Және де олардың халыққа деген позитивті ықпалы көрініп, бір пайдасын тигізгені бар. Яғни дұрыс тамақтанудың елдегі бүкіл тараптағы адамдарға деген пайдасы зор екенін көрсетіп болады. Мысалы, жұмысшылар үшін ауыл өндірісінің өсуін және экономикалық дамуды білдіреді. Ал студенттер және балалар үшін білім деңгейін жоғарылау және өздерінің денсаулықтарының жақсаруына да әсер тигізетіні сөзсіз. Жалпы нутрициологтар энергияның көзі болатын тамақ табуға жауапты болатын сала екенін осы жақта көрсеткен. Яғни нутрициологияның күші неде? Ол үлкен масштабтарда көп адамдардың денсаулығын бақылап, тағамды басқару арқылы оларды қолдауға арналған өте күшті құрал. Осы жақта көріп тұрғанымыздай, ас жай ғана ресурс емес, ол адамның арқауы. Себебі ас бізге энергия береді, сондықтан осы энергияны талдап, жақсысын алуымыз тиіспіз. Ал енді Канада мемлекеті жайлы айта кетсек, 2009 жылы шығарылған Канаданың жаңартылған тағамды пайдалану нұсқаулығы, яғни CFG, дұрыс тамақтану бойынша ұсыныстарды қамтиды. Оның мақсаты 2 жастан асқан канадалықтардың денсаулығын нығайту және де жалпы тағам жағдайын жақсарту. Яғни кішкентай жастан бастап балалардың тағамдануына көз салып, олардың өсуіне бір пайдасын тигізу жайлы ғалымдарымыз ойластыруда. Айта кеткендей, денсаулығы мен дамуын ғана емес, тамақтануды да басқарғанымыз жөн. Тағам бойынша ұсыныстар 10 негізгі құрамдас бөліктен қамтиды. Олардың 5-еуі тұтынуға негізделген, яғни көкөністер мен жемістер. Қалған 3-еуі сусындар, яғни олардың құрамы және де қаншалықты көп ішуіміз керектігіміз. Ал 4-еуі қоректік заттарға, яғни май қышқылдардың қатынасы, қаныққан майлар жайлы айтылған болатын. Яғни жеке айта кетсек, осы 10 негізгі құрамдастардың ішінде дәнді-дақылдар өнімдері ерекше талып кеткен. Себебі олардың алатын дәрумен мөлшеріміз өте үлкен және де минералдар да көп та болады. Және де Канаданың нутрициологтары халықтың барлық өкілдері үшін тағамды стандартизациялау бойынша үлкен жұмыс атқарып, денсаулықты сақтауға және ұзақ өмір сүруге ықпал ететінін айтып кеткен. Ал енді айтылған мәліметтердің бәрін қорытындылай кетсек,
Нутрициология ғылымы өте үлкен бір пайдасы бар сала, себебі ол азық-түлік саясатын қалыптастыруда маңызды рөл атқаратын ғылым. Ол халықтың денсаулығын жақсартуға көмектесетін тағам стандарттарын әзірлеуге ықпал етеді. Бағана айта кеткендей, Канаданың және Кореяның тағамдық ұсыныстарды енгізу теңдестірілген тамақтануды ұзақ мерзімді әл-ауқат пен денсаулықты сақтау үшін маңыздылығын көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.